Все, запись басталды. Енді кеттік. Қазір. Что-то нені көрмей тұрмын, тұра тұрмыз. Болды, таптым. Кеттік. Матрицалар және оларға амалдар, анықтауыштар және олардың қасиеттері. Мына үй тапсырмасы кітап бойынша, енді жеке вариант бойынша. Қараңыздар, балалар. Варианттарын былай болады. Бірінші тапсырма 18-ші бетте мынандай тапсырма. Вариант тізім бойынша сіздер былай істейсіздер. Екінші цифры мына 1-1 болса, екінші цифры сіздің варианттары. 1-2 там болады былай. 1-3. Кім үшінші вариант? Нүктеден кейін тұрған цифры, ол вариант сіздің. Түсінікті ма, балалар? Жеке өздерінің варианттарын жасайсыздар. 1-1 үй тапсырма мына. Не істеу керек екен көрсетілген, кітапты ашсаңдар қалай есептеу керек көрсетілген. Енді екінші тапсырма 1-1 деп аталады, бірақ номер 2 тапсырма. Ояқта тапсырмалар 2-1, 2-2, екінші номер бойынша өз варианттарын шығарасыңдар. Міне АБ матрицаларын көбейтіндісі, орнын ауыстырып, БА көбейтіндісі, мынау кері матрицаны табу, кері матрицаларды бір немен берілген матрицамен көбейту, осыны табу керек. Осыны жасайсыздар, үй тапсырмаларыңыз. Енді ары қарай кеттік. Анықтауыштардың қасиеттері. Қараңыздар. Анықтауышпен оны аудару арқылы алынған анықтауыш өзара тең. Мынау транспондалған матрица болады ішінде анықтауыш. То есть қараңыздар, бағанда тұрған элементтер жолғып жазылған. Ол транспондалған матрица дейді. Сонда үстіп өзгертсеңдер, анықтауыштың мәні өзгермейді. Түсінікті ма, балалар? Екінші, мысал келтірейін. Мысалы, сіздерде мынандай анықтауыш болды. 2, 3, 1, 4. Ал есептейік. Қанша болады? 2 мен 4 бөлеміз, қосылып. Қаттырақ сөйлеңіз. 8, потом 8 қосылған 3, 11. Қалай 11? Арасы минус қой. Бұлай көбейтесіз. 5. Сосын бұлай көбейтесіз. Минус қанша болады? 5 болады. 8 азайту 3, 5 болады. Түсінікті ма? 5. Енді қараңыздар, мынаны мен, мысалы, бұлай ыңғайсыз болды, керек болды, бұлай орнын ауыстыруға. 2, 3 деп, 1, 4. Мынау 1. Қанша болады? Есептеңіз. 8-ден тоже минус 3, 5 болады. Тоже 5 болады. Вот, осы ереже осы. Түсінікті ғой? Мұны бұлай бағанмен жазылған элементтер жолмен жазып өзгертсеңдер, транспондалған дейді матрица. АТ деген транспондалған. Мәндері өзгермейді. Тең. Түсінікті ғой, я? Смело орын ауыстыра бересіңдер жолмен бағанды. Бұдан әрі ыңғайлық үшін соны жасаймыз. Жолмен бағанды бір сөзбен қатар деп айтамын боламыз дейді. То есть мен жол баған деп айтпай қояйын,
қатар дейміз. Білесіздер, қалай қатармен кез келген қатармен жұмыс істей береміз. То есть жолды таңдасаңдар жолмен істейміз, бағаны таңдасаңдар бағанмен істейміз. Түсінікті ма? Бір сөзбен қатар деп айта берейік, иә? Енді ары қарай кеттік. Анықтауыштың параллель қатарларын өзара орын алмастырса, анықтауыштың таңбасы өзгереді. Міне. Енді қатармен ауыссаңдар, алдына минус түседі. Мына екеуін орнымен ауыстырылды. Кеше айтып кеттіңіз ғой. Аха, не дейсіз? Кеше ауыстырдық қой солай, сол кезде таңбасы Иә, өзгеріп соны кететін қазір сияқты. енді ережелерді сіздер білулеріңіз керек қой. Кеше тез, аха. Қазір ответ бермей отыр. Ага. Если жолмен ауыстырсаңдар, жолмен ауыстырасыздар да минус не қыласыздар. Вот қараңыздар. Жағы 2, 1, 3. Қанша болады? Апай, бір минут. Біреуінің микрофоны қосылып қалды, ар жақтарында сөйлеп жатыр. Кім, мен ба? Жоқ, сол біреуінің микрофоны қосылып қалды, ар жақтан дауыстар естіліп жатыр. Болды, өшіріп тастады. Болды. Мен естіліп тұрмын ба, балалар? Иә. Естіліп, апай естіліп тұрсыз. Қатты естіліп тұрмын, иә? Екі жердегі үшін қанша болады? 6 азайту 1, 5 болады, иә? Енді орын ауыстырдық. Давайте жолмен ауыстырайық. Орын ауыстырсақ, бізде не шығады? Мұнда 1, 3, 2, 1. Ал есептеңіздер. -5. -5 шығып тұр. Көрдіңдер ма? Сондықтан ұмытпаймыз. Қатарды ауыстырғанда алдына минусты қоюға ұмытпаймыз. Тағы рет ауыстырсаңдар, уже мынау минус плюс болады. Плюсқа айналады. Түсінікті, иә? Оны кеше Иә, сіздер үйрендіңдер. Енді үшінші қасиеттері. Бір қатарда қараңыздар. К-ға бөлінсе, К-ны алдына шығарып жіберуге болады. Кеше істедік қой, естерінде бар ма? Орта көбейткіш па? Иә, мына мысалы 4 дейік, 3 дейік, мында 21 дейік, 77. Нені шығарып жіберуге болады? 7-ні. Ау? 7. 7. Екінші қатардан да 7-ні шығарамыз. 4, 3-ті көшірдік. Ал 7-ге бөліп жіберіп жазамыз. 3 болады, 11 болады. 11. Түсінікті, иә? Ары қарай есептей саласыздар ғой. 7 көбейту қанша? 44 азайтылған 9. 9. 44-тен 9-ды азайтсаң қанша болады? 35. 35-ті 7-ге көбейтсе қанша болады? 245. Қанша? 245. Міне. Енді еще былай болса болады. Қараңыздар. Мұнда 4, 8 дейік. Мұнда 4, 8 дейік. 20, 40 дейік. Ал қалай қолданасыздар осы қасиетті? 5-ті болады апай шығаруға. 5 шығаруға, бірінші жолдан да шығаруға болады ғой. 4. Иә. 4 көбейту 5 төрт- деп жазасыздар. Түсінікті ма? Аха. Сразу ол бірнеше жасайсыздар ғой, біртіндеп жасасаңдар 2 километр. Апай, үлкен бөлшектен қарасауға болады ғой 20-ны. Иә. 4 пен 8 қанша болады орында енді? 1 мен 2. 2. Жоқ, 2 болмайды. 1 ғой. 1 мен 2. 1 мен 2 ғой, иә. 1, 2 деп жазамыз. Аха, қазір тұра тұрыңыздар. Қазір мектеп. 1, 2. Екінші жолда 4, 8. 8. 8, иә? Енді есептейміз былай. Тен.
20 деп 8-ден 8 жазамыз. алып тастайсың, ноль Мынаны қалады. сразу мәнін жазайық. Қиғаш көбейтіндер. Қанша болды? 0. 0. 0 0 болды. Болды 0. Түсінікті ғой, иә? Аха. Келесі. Так, міне қараңыздар. Бір жол или бір баған, бір сөзбен айтқанда бір қатар барлық элементтері 0 болса, оны есептемей 0 деп жазасыңдар. Мысалы, қараңыздар. 5, 5, 3 дейік, 100 дейік, 13 дейік, 20 дейік. Амында бір қатар, мыняқта үшінші баған. Бәрі 0. Сонда есептемей, ережені мынаны білеміз. Тен 0 дей салу керек. Түсінік па? Болды. Иә. Бір қатар барлық элементтері 0 болса, оны есептемей 0 дей салу керек. Болды. Енді қараңыздар. Анықтауыштағы параллель қатарлардың сәйкес элементтері тең болса, анықтауыш 0-ге тең. Міне, қараңыздар. А11, А11 деді. А12, А12 тең бірдей да, көріп тұрсыздар ғой да, міне. Бірдей. Екі қатар бірдей, оны келесіде есептемей, сразу 0 деп жазамыз. Қараңыздар. Мысалы, 2, 1, 3 дейік. Мында 7, 13, так, 18 дейік. А мында біз жаздық. 2, 1, 3. Бұл тең 0 дейсіздер. Себебі, өйткені бірінші бағанның элементтері сәйкесінше тең, үшінші бағанның элементтеріне. Түсінікті ма? Бірдей. Я үндемей отырсыздар. Иә, түсінікті. Түсінікті. Мына отырған Енді қырық. келесі пропорционал болса, мына пропорционал болса, сонда тең 0-ге. Пропорционал дегеніміз, мына қараңыздар. Қазір мында жазамын. Мысалы, 2, 1, а екінші жол, мысалы, болады 20, 10. Бұны да есептемей тең 0 дейсіңдер. Себебі неге? Өйткені екінші жолдың элементтері тең болады бірінші жолдың элементтеріне. Қаншаға көбейткенде? 2-ге. Емес. 10-ға. 10-ға. Ойбай. Сондықтан бүйтіп айтамыз. Екінші жол пропорционал бірінші жолға. Сондықтан 0. Түсінікті ма? Ары қарай кеттік. Анықтауыштар. Вот мынау енді ұғымдар керек бізге. Ары қарай жалғастырамыз. Есептер, әртүрлі есептер шығарамыз. Енді ұғымдар керек. Міне берілген квадраттық матрица. Иә? Так. Енді М2 дегеніміз екінші орында тұрған элементтің миноры деп аталады. Міне екінші орын, екінші жолда, екінші бағанда минор дейді. Мына екінші жолды бүйтіп сызып тастағанда, екінші бағанды сызып тастағанда, міне қалған элементтер мынау болады. Оны минор дейміз. Егер, қараңыздар, егер мынау таңбасымен біз жасадық қой, -1 көбейту I плюс Ж. Если былай болса формула, санды көбейтіп отыр едік қой, -1 көбейту қаншасыншы орында деп мен сұрап отырдым, иә? Сіз айтып отырсыңдар. Сонымен бірге алынса, бұл алгебралық толықтауыш дейді. Міне, алгебралық толықтауыш болады. Таңбасымен бірге болса, орын есептесек, да, таңбасын. Сонда бұл алгебралық толықтауыш болады. Енді түсініп отырсыңдар ма? Минор дегеніміз не? Элементтің тұрған орнын сызып тастасақ жолмен бағанды, ол минор болады. И көбейтіп, если -1
бірінші қай жолда тұр осы элемент, қай бағанда тұр қосындысына көбейтсек, ол алгебралық толықтауыш болады. Түсініп отырсыңдар ғой? Мгм. Енді мынандай қорытынды жасауға болады. Қараңыздар. Егер I плюс G жұп болса, мына 10 сан болады. Тогда алгебралық толықтауыш толықтауыш болады тен минорға. А егер тақ болса, қарама-қарсы таңбасымен болады. Түсінікті ма? Мгм. Енді мына жақта көрсетілген қалай біз алгебралық толықтауышты есептейміз. А2, мұны қараңыздар. Екінші жол, екінші баған сызып тастадық. 1, 3, 7, 9. М2, өйткені мынау плюс жұп дәрежесінде. Енді А2, 3. 2, 3, екінші жол, үшінші баған. Мұны алтын миноры. Бұлай сызып тастағанда не болады? 1, 2, 7, 8. И қарама-қарсы таңбасымен аламыз, өйткені тақ дәрежесіндеміз. Түсінікті ғой? Міне, осылай есептеледі алгебралық толықтауыштар. Енді мынаны кеше біз істедік, ретін төмендетіп едік қой. Иә? Бұлай ғой. Мынау қараңыздар. Мысалы, 1, 3, 2, 1 деп не қылайықшы? Бірінші бағанмен, бірінші жолмен ретін төмендетеміз. Мына қараңыздар. Қандай сан тұр? 1, бірінші жолмен. Элемент. Сосын оның алгебралық толықтауышына. Минус 1 дәрежесі 1 қаншасыншы орында тұр? 1 қосылған 1. И 1-ді сызып тастағанда 1 болады элементі. Плюс 3 дейміз. Қаншасыншы орында тұр 3? Екінші. 2, 2. Жоқ. 1 қосылған 2. И сызып тастағанда бірінші жол, екінші 2 болады. Мында осы былай жазылып тұр. Түсінікті ма? Жалпы түрінде. Үшінші не ғой? Үшінші ретті не? Анықтауыш. Бұны уже жауабы болу керек. Қанша? -5. Кеттік ары қарай. Анықтауыштардың қасиеттері. Қараңыздар. Мұны қазір көрсетілген 3-3 ретті бұны. Қаншасыншы қатар алынған қараңыздар. Мұны 3-1, 3-2, 3-3. Значит, мынау қатармен төмен түсірді ретін. Үшінші жолмен, е? И вот, оның алгебралық толықтауышына А3-1, А3-2, А3-3 деп жазылған. Енді мына А3-1 дегеніміз оның минорларын табылған. Мына 3 қосылған 1 қандай таңба? 4 қой, жұп. Сондықтан мына жақта плюс. Сосын тақ болады, минус, плюс. Бүйтіп неғылы ауысып отырады. Плюс, минус деп. Сразу бүйтіп жазуға болады. Ана дәрежесі міндетті емес, бүйтіп минус 1 там дәрежесі, мысалы 2 қосу 3-тің орнына сразу минус жазып кетсеңдер болады. Бірақ баста болу керек, оны ұмытпай. Әйтпесе есепті дұрыс шығармаймыз. Түсінікті ғой, е? Міне, үшінші жол бірінші бағанды сызып тастағанда мынау минор шығады. Мынау уже минор дейді. Мынау минус қоямыз, өйткені мында тақ дәрежесі 3 қосылған 2 тақ орында тұр. И сызып тастағанда мынандай шығады. И жалпы мынандай. Түсінікті, е? Қиғаш мынаны көбейтіп есептей саласыздар. Болды. Енді ары қарай. Енді барлық айтылған ережелерді мен қысқаша формуламен жазып берейін сіздерге. Сіздерге ыңғайлы болады осы информацияны қабылдауға. Өзгермейді анықтауыштар. Өзгермейді.
Ал қай кездерде өзгермейді? М? Транспандалға тең болғанда, иә? Бірінші ереже. Екінші, егер бір жол, үшбұрыш дегеніміз не, балалар, түсініп отырсыңдар ма? Дискриминант. Yanlış. Бір жолдың элементтері К-ға бөлінсе, К-ны сыртына шығарып жіберсек болады. Түсінікті ғой, иә? Өзгермейді. Сонда ортақ көбейткішін шығарып жібереміз. Үшінші, өзгермейді. Кеше біз жасадық, бір жолға екінші жолдың элементтерін қоссақ, жол или қатарға, кесіп келген қатарға, екінші жолдың элементтерін қоссақ, анықтауыштың мәні ойбай, не болып қалды? Анықтауыштың мәні өзгермейді. Төртіншіден, не істеуге болады? Бір-бірінен азайтуға элементтерді, қатарларды, сәйкесінше элементтердің бір-біріне азайтуға болады. Сонда анықтауыш өзгермейді. Сосын тағы не істей аламыз біз? Кеше үйрендік қой. Енді жалпы, жеке жағдайлар, енді жалпы түрінде бір қатарға қосуға болады екінші қатарды санға көбейтіп. Түсінікті ма, балалар, түсініп отырсыңдар ма, мына қысқа жазылғандарымды? Иә, иә. Балалар? Иә, иә. Түсіндіңдер ғой. Мына бірінші нені білдіреді? Не жаздым мен біріншіде? Транспандалған транспандалған анықтауышты бір-біріне тең берілген анықтауыш жол мен қатарларды орнымен ауыстырып жіберсек, оның мәндері өзгермейді. Екінші, если бір жол бір санға не болса, ортақ көбейткіші болса, оны анықтауыштың алдына шығарып жіберіп, соның орнында тұрған элементтерді К-ға бөліп жібереміз. Түсінікті ғой, иә? Сосын бір жолдың элементтерін или кез келген қатардың элементтерін қосуға болады, екі жолды бір-бірімен. Жаңадан шыққан орнына элементтерді жазып қоясыздар. Азайтуға болады, санға көбейтіп қосуға болады. Оны кеше көрдіңдер ғой. Енді өзгереді, бірақ жағдайда. Қандай жағдайда өзгереді? Өзгереді. Ал, естерінде бар ма? Өзгереді. Мұны қашан өзгереді? Бір қатарды орындармен ауыстырып жіберсек. Мұны К қатар, Л қатармен орындарын өзгертіп жіберсек, мұны екі жолды или екі бағанды орынмен өзгертсе, алдына минус түседі. Мұны бірақ жағдай өзгеретін. Түсінікті ма? Енді тең нөлге қорытынды жасап жатырмыз. Тең нөлге. Қай кездерде тең нөлге? Bir қатар не бір жол нольға тең болған кезде нольға тең. Барлық элементтері, бір қатардың элементтері нөлге тең болғанда нөлге тең. Жауап. Бұлай жазам қысқаша. Сосын тағы қандай жағдайда? Екі қатардың элементтерді сәйкесінше бір-біріне тең болған кезде. тең болғанда. Ең соңғы қалай болады?
пропорционал деген. Пропорционал болғанда. То есть бір жол, бір қатар тең екінші қатарға сәйкесінше көбейткенде бір санға. Оны пропорционалды былай жазылады. Тең нөлге. Түсінікті ма? Қорытынды? Міне, былай қорытып жаздым. Түсінікті ғой, иә, жазу? Болды. Енді ары қарай кеттік. Со болды енді. Мына есепті бірінші бөлім, екінші бөлім кешегі лекциянікі кетті. Енді бұны мен жабамын. Енді біз екінші бөлімге кеттік. Міне кері матрицаны бүгін үйренеміз табуға. И матрицаның рангі кішкене қиындау болады, бірақ түсінікті. Қиын емес бұл тақырыптар. Кері матрицаны табу, матрицаның рангі. Сендер жазып отырыңдар ана есептерді, или түсініп отырыңдар, соны жазасыңдар ма, өздерің білесіздер. Ары қарай кеттік. Мына тапсырма, жаңадан тапсырма. Қараңыздар. 33-ші бетте екінші тапсырма берілген АБ матрицаларын, кері матрицаларын Гаусс әдісімен және қосалқы матрица арқылы табу керек. То екі әдіспен табасында, біреуі Гаусс деп аталады, екіншісі қосалқы матрица арқылы табу. Екі әдіспен табу керек. Түсінікті ғой, иә? Енді 38-ші бет 3-ші тапсырмасы бар. Берілген А және Б матрицаның рангтерін табу керек. Ранг матрицаны табу керек. И үшінші, міне енді қараңыздар. Қандай сандар көріп тұрсыңдар ма? Үлкен сандарды ана үшбұрышты Сариус әдістермен шығаруға қиын болады. Бұны алдымен сандарды кішіртіп ап, қосып, азайтып, санға көбейтіп, сосын барып азайтып, қасиеттерін қолданып, кішірек сандарға көшіп, сосын барып есептеу керек. Көріп тұрсыңдар ма? Қандай? Мына емтиханда бар осында есептер. И мынаны тоже 4-ші ретті нені анықтауышты есептеу керек. Ол не жолмен? Кеше 5-ші әдісті қарастырдық қой, үшбұрышты түрге келтіресіздер. Диагоналдің астындағы барлық элементтер 0 болады. Соған келтіріп ап, сосын диагональдық элементтерді көбейте салып. Сол ғана әдіспен шығарыңдар бұл Б-ні. Түсінікті ғой, иә? Әр қайсыларын өз нелерін шығарасыздар. Өз нұсқаларыңды шығарасыздар. Бірақ үшінші тапсырма бірдей. Өздерің кімнің қандай ойлар келеді, солай шығара бересіздер. Апай, Ал, біз нұсқаларды қалай бөлеміз? тағы қаттырақ айтшы. Нұсқаларды қалай бөлеміз? Тізім бойынша. Сосын сабақ біткесін мен айтам, кім қандай вариант, жарай ма? Тізімді ашып берем сіздерге. Кім бірінші тұр, бірінші нұсқа. Кім екінші тұр, екінші нұсқа. Ылғи екінші нұсқа шығарасыздар. Үшінші нұсқа. И 8 адамсыңдар ғой, 8-ші бала 8-ші нұсқа шығарады. Түсінікті ғой, иә? Ары қарай кеттік. Міне тағы тапсырма. Анықтауышты үшбұрыш түрге келтіріп есептеу. Анықтауыштарды есептеу. Мынаның бәрін үшбұрыш түрге келтіріп есептеу. Бұны көп есеп шығару керек, себебі қолды жаттығу керек. Түсінікті ғой, иә? Иә, уақыттарыңыз бар. Сәрсенбі күнге шейін тапсырмалардың бәрін өткізіңдер. Енді мұны бірінші кері матрицаны Гаусс әдісі арқылы табу. Түсіндірейін, қалай оны істейміз. Гаусс әдісі. Мұны қараңыздар, берілген матрица мынау матрица берілген. Енді кері матрица дегеніміз не? А минус 1 дәрежесінде бұл кері матрица. А мынау А квадраттық матрицаның кері матрицаны табамыз. Тек қана
анықтаушы тең емес нөлге болғанда таба аламыз. Түсінікті ғой? И мынандай несі бар, ережесі бар. А көбейту кері матрицаға или кері матрица көбейту А матрица тең Е болса, бұл кері матрица. Енді кеттік. Оны идеясы былай. Берілген матрица мына А. Қасына сол көлемді Е матрицаны жазамыз, бірлік матрицаны. И сосын амалдар жүргіземіз. Амалдар жүргізгенде мына А матрицаны не істеуіміз керек? Бірлік матрицаға келтіруіміз керек. Қазір. А матрицаны біздің мақсатымыз А матрицаны бірлік матрицаға келтіру. Мынау бірлік матрицаға келтіреміз. Мұнда симай қалды ғой қазір. Міне былай істейміз. Мынау бірлік матрицаға келтіреміз. Тура оған істеген алгебралық амалдарды оң жағына да істейміз. Ол уже кері матрица деп аталады. Қазір мынаны просто түсіндіріп кетем, потом өздерің түсініп аласыңдар, мынаны жазып. Қараңыздар, 2, 1, минус 1 да, міне берілген. 3, 2, минус 2, 3, 2, минус 2, 1, минус 1, 2. Міне берілген матрицаны мында жазамыз. Бұл матрица А деп жазылады. Енді қасына тіркейміз, үшінші ретті не ғой, матрица ғой. Значит, үшінші ретті бірлік матрицаны тіркейміз. Бірлік матрица дегеніміз диагональ бойынша бірдер тұр, қалған элементтері 0. Міне 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 жаз. Енді кеше біз үйрендік, қараңыздар. Мына 1, минус 1, 2 бірінші жолға жаздық. Бізге бірлік матрицаға келтіруіміз керек ол. Біріншісі 1 тұру керек. Сондықтан бірінші мынаны 1 барын алдына жаз. Енді осы 1 арқылы, мынау 1 арқылы 2-ні 0 дейміз. 3-ті 0 дейміз. Мына 2-ні 0 деу үшін минус 2-ке көбейтеміз. Мында жазылып қойған. Жазылып тұр. Минус 2-ке көбейтіп, и мында қосамыз. Қараңыздар. 1 көбейту минус 2 қанша болады, балалар? Балалар. Минус 2. Минус 2 қосу 2 қанша болады? 0. Мына 0-ді жаздық мында. Енді минус 1 көбейту минус 2 қанша болады? 1. 2. 2 болады. 2-ке 1-ді қосса қанша болады? 3. Мына 3-ті жаздық. Енді 2 көбейту минус 2 қанша болады? Минус 4. И қосу минус 1? Минус 5. Мына минус 5. Енді 10 жағын жазасыздар. Бірге жазып отырасыңдар, бөліп емес. Минус 2 көбейту 0. 0, 0 қосу 0. Қаққа кетті? 0 қосу 0. Ау. Бұлай ғой да? Біз мынаған қосып жаздық. Қараңыз, минус 2 көбейту 0, 0 болады. 0 қосу 1, 1 болады. 0 көбейту минус 2, 0 болады. 0 қосу 0, 0 болады. Мұны 1 көбейту минус 2, минус 2 қосу 0, минус 2 болады. Түсінікті ма? Енді мынау жолдың элементін қалай табамыз? Минус 3-ке көбейтеміз. Қараңыздар. 1 көбейту минус 3 қанша болады? Минус 3. Минус 3 қосу 3, 0 болады. Мұны минус 1 көбейту 3, 3 болады. 3 қосу 2, не болады? 5 болады. Мұны 5-терін. Так, 2 көбейту минус 3, минус 6, минус 6, минус 2, минус 8. Енді 10 жағы. Қараңыздар, мынау 0 ғой. Сонда мынау 0,1 қалады. Міне, 0,1 қалып тұр. Міне, 0,1 қалып тұр. Енді 1 көбейту минус 3, минус 3, минус 3 қосу 0, минус 3. Болды. Енді, қараңыздар, мынаяқта басқа амал жоқ да, былай істеуге болады. Мынаны мынаяқта 5-ке бөліп, мынау жолды
қаншаға бөліп жіберді? 3-ке бөліп жіберді. Мына жақта 1 болу үшін. Сосын мынаның 1 арқылы былай да қосты. И бөлшекпен жұмыс істеді. Бірақ бұл есепті бөлшексіз де шығаруға болады. Себебі қараңыздар. Былай да істеуге болады ғой. Мына 3-ті -2-ке көбейтіп, я? Қанша болады 3-ті -2-ке көбейтсек? -6. -6 қосу 5 қанша болады? -1. -1. Все, -1 арқылы ыңғайлы ғой. Мынаны басқаша да шығаруға болады. Мынаны, если былай тікесінен шығарсаңдар, былай болады. Бөлшекпен жұмыс істеп кетесіңдер. А бірақ сандар қараңыздар, бүтін шықты. Көріп отырсыңдар ма? Мгм. Мына кері матрица. Мына табылды. Енді үйде мынау есепті бөлшексіз шығарып көріңдер. Тапсырма. Түсінікті ма? Мынандай бүйтіп бөліп кереу жоқ. Мынау мен қазір ғана айттым -1. Потом -1-ге көбейте саласыздар да, теріс сан болса, элементтердің нелерін өзгертіп аласыздар. Қарама-қарсы таңбасына өзгертесіңдер ғой, иә? Болды. Осы есепті бөлшексіз шығарып көріңдер. Тапсырма сол. Ары қарай кеттік. Енді кері матрица. Кері матрицаның формулалары қосалқы матрица арқылы шығаруда. Міне, алгебралық толықтауыш арқылы шығару. Қараңыздар. Енді мынау 2-де 2-ның формуласы. Мынау 3-те 3. 4-те 4 шығармаймыз. Оны тек қана Гаусспен шығарамыз. Мына әдіс тек қана 2-де 2-ге ыңғайлы и үшінші ретті анықтаушы матрицаларға ыңғайлы. Түсінікті ғой, иә? А одан үлкен тек қана Гаусспен шығарылады. 1 бөлу мынандай не ғой? Анықтауыш тік жақшаға жазылған. И осы формула алгебралық толықтауыштар. Енді ары қарай кеттік. Мұны қосалқы матрица арқылы. Қосалқы матрица мынаны атайды. Мынаны. Оны А жұлдызша деп жазсақ болады. Қосалқы матрица. Алгебралық толықтауыштар. Мына жақта қате емес. 1-1, 1-2, 1-3. Бұлай төменмен жазылады. Бұл формула. Мына алгебралық толықтауыштан тұратын матрицаны қалай деп атаймыз? Қосалқы матрица деп аталады. Енді кеттік ары қарай. Мына бірінші матрица. Осы 2 нені қосалқы матрица арқылы табамыз, кері матрица. Оны қараңыздар. Қалай табамыз? Бұны лайфхак көрсете аламын. Тез табу үшін. Алдымен мынаны анықтау үшін табасыздар. 1 бөлінген А ғой, бұлай. Или 3 деп жазса да болады. Бұлай да жазса болады. Анықтау үшін неге тең? Осы берілген матрицаны. Балалар, есептеңіз. Неге тең? Үндемей отырмандар үшін. 3 болады апай. Ау? 3 болады апай. 3 болады, болды. Енді қараңыздар, 2-де 2, оны тез шығарасыздар. Формуласы білесіңдер ғой, қараңыздар. Бұлай істейміз. Кері матрица -1 дәрежесі деп жазылады, кері матрица. Тең 1 бөлінген 3 деп жазасыздар. Енді лайфхак қараңыздар. Диагональда тұрған элементтерін орынмен ауыстырасыздар. Мұнда 3 түседі, мұнда 1. А мұнда таңбалар өзгереді, қарама-қарсы таңбасымен. -, қоясыздар. Сонда не болады? 0, -2. Болды. Кері матрица бұлай. 2-де 2, оңай. Түсінікті ма? Ары қарай. Сонда ананың диагональ өзгереді, ал қалған Таңбасы өзгермейді ғой, өзгереді, иә? таңбасы өзгереді. А, Болды.
Это лайфхак сіздерге. Оны анандай формула. Аны енді сендерде есте қалу үшін давайте. Неден бастаймыз? 4. 4 Дельта неге тең? Уже жазбайым, сразу формулаға келтірем. Ал, айтыңдар. 4-тен 2. Так. Айли жоқ. Дельтасы неге тең? Күтіп отырмын. 4 жердегі 2 қанша? 8. 8 азайту 5. Қанша болады? Үш. Болды, мында 3 жаздық. Енді мында элементтері қалай болады? 3 үстінде 3 астында 1. Үстінде 3. Диагональ бойынша Екі. элементтерін өзгертесіңдер. 2 минус Екі. 5 4, а мында? минус 5 Минус 1. минус 1. Мында? Минус 1. Болды, қалды. Мына 3-ке бөлінбейді ғой, бөлінбейді. Мында таңбасы жоқ қой, жоқ. Осылай қалдыра береміз. Келесі. Давайте быстрее. 1 бөлу 23. 23 па? 23, я. 23 иә. Ал, давайте. 10, 2. 10, 10 2, ага. Минус 3, 1. 1 минус 3. Түсінікті ғой? Я апай. Келесі давайте. Жиырма тоғыз ба? А, 29. қалай 29? Минус 3. 29 болмай. 1. Минус 29. Жоқ, қалай? Минус 3-ті 5-ке көбейтсең қанша болады? Минус 15. Минус 15. 15. Анау Енді минус 1 мынау минус болады да 1 минус болады минус апай. плюс болады ғой. 1 болады апай. Таңбасын жеп қойдыңдар. Минус 1 минус плюс болмай ма апай? Минус плюс болады ғой, апай. Минус 15 А, плюс 14. Минус. минус 1 болады ғой. Минус 1 болады, я? А мында не жазам? 5. Мгм. Минус 3. Мгм. Минус 1, 14. Плюс 14. Енді былай қалдырмаймыз. Ары қарай қараңыздар. Мынау минус 1 болады ғой, я? Мгм. Мынау матрицаны минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Минус 5 плюс 3. 1 минус 14. Түсінікті ма? Я апай. Болды. 2-де 2 оңай. Енді мынау ғой. Қосалқы матрица арқылы. Оны қазір жасаймыз. Формула бойынша не істеуіміз керек? Диагональдар бір-біріне көбейтіп, бір-біріне қосып па? Ау. Диагональдарды бір-біріне көбейтіп, оны тағы бір-біріне қосамыз ба? Мына жерін. Қаттырақ сөйлеші, неғып ақырын естіліп тұрсыз? Диагональдарды көбейтіп, оларды қосып. Оларды қос. Не ғой, не арқылы қазір шығарамыз? Қазір. Бұны біз формуласын алдымен жазып алайық. Формуласы қалай болады? 1 бөлінген дельта деп жаза салайын. Ой, мынау не? Қазір. Дельта дейміз. Мында А 1 да. Сосын мында А 1-2. А 1-3. Екінші бағаның элементтері. Қосалқы матрицаны жазып жатырмыз. А қанша? 2-де 1. 2-де 1, 2-де 2, 2-де 3. Ага.
2-де 2. А 2-де 3. Ага, сосын А үште бір, А үште екі, А үште үш. 3-де 1. А Үште екі. 3-де 2. А 3-де 3. Ал балалар, неден бастаймыз? Алдымен. Ой, қазір. Неден бастаймыз? Анықтауышын табамыз. Если анықтауышы тең емес нөлден болса, кері матрицасы бар. Егер тең нөлге болып қалса, кері матрицасы жоқ. Ал кеттік. А1 көбейту А2 2 ма? Или олай емес па? Жоқ, біз қазір анықтауышты есептейміз. Анықтауышты сіздер үйде шығару керек болғансыңдар, үйреніп алуға. Мына көріп тұрсыңдар ба? Оны либо несі нөлдерге келтіреміз, немесе үшбұрышты матрицаның түріне, үшбұрышты анықтауышқа келтіреміз, иә? Әутерін есептеп шығаруымыз керек қой, қараңыздар, не істейміз. Ең ыңғайлы мынау болып тұр. Өйткені мында 1, -1, мынау -2, да? Мында -2. Мынау 1 арқылы мыналарды 0 дейік. Ага. Сонда бірінші жол бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Бірінші жолы жұмыс жолы көшіреміз, өзгертпей. Енді мынаны құр қосамыз. Өйткені мынау 1-дің астында бізде 0 болады. Ал қостық. Қанша болады? Айтыңдар, екінші жолдың элементтері. 4. Ау? 4. 1 қосу 2 қанша болады? Үш. 3. 3. -2 қосу 1. -1. 1 -1. 0. 0. Қосу үшін жасадық. Енді мында да мынау 4-3-ке қоршалған, асты бәрі 0 болу керек деген сөз. Міне қараңыздар. 1-ді қаншаға көбейтеміз? Мынау 2-ге. санмен қосқанда 0 шығу үшін. Қаншаға? 2-ге. 2-ге. 1 көбейту 2 қанша болады? 2. 13-ке қоссақ 5 болады. 5 болады, иә? Так, енді 2-ні -2-ге көтсек -4 -4. қосу Оны 2-ге қойсақ -2. -2, иә, ары қарай. Ал қарай ол 0 болады. 2 Иә, ары -2 қарай 0 болады. Енді бұлай да уже ретін төмендетуге болады, үшбұрышты түрге келтірмей-ақ, иә? Қараңыздар, ретін төмендетеміз мынау арқылы. Түсінікті ма? Өйткені 2 0. Мұнда, значит, үшінші баған арқылы ретін төмендетеміз. Мұны. Қиылысында қандай нүкте тұр? Ой, сан тұр, нүкте деп бұл. 1. 1 жаздық. Сосын орнын анықтаймыз. Қаншасыншы орында тұр? -1 дәрежесі. Бірінші баған 3-ші орын ба? Бірінші жол, Бірінші жол 3-ші орын. үшінші баған. А орын это 1-де 3 қой. И миноры қандай шықты? Мынау шықты, да? Оны міндетті түрде бұлай оны жазудың да қажет жоқ. 3 көбейту -2 қанша болады? -6. -6 қосу -5. 5, иә? Бір жердегі 5-ін. -5 қой. А мында -5 па? Жоқ, 5. Жай 5 мынау. Анау жақта -1. Жоқ, бұяқта -5 и формула бойынша минуспен келеді ғой мына жақ. Жазып берейін ба қайтадан? Міне былай ғой. А, Б дейік, С, Д дейік. Формула былай ғой. А көбейту Д. Мына аяқта өзі минуспен жүреді ғой. В көбейту С.
Түсінікті ма? Мұнда Мгм. минус мұнда. Сондықтан мұнда плюс болды. Не болды сонымен? Неге тең болды? Минус бірге. Мына мынау жұп, иә? Мгм. Минус 6 минус 1 болды. Сонда не дейміз енді? Қандай қорытынды жасайсыз? Мынаны алып тастайыншы маған. Все, мынау формуланы уже қателеспеңдерші, балалар. Минус 1 болды. Минус 1 ол тең емес нөлге, кері матрицасы бар деген сөз. Түсінікті ғой? Енді Мгм. ары қарай А1-1-ді шығарамыз. А1-1 дейміз. Тұрсын. Енді А1-2 дейміз. И А1-3 дейміз. Мына бірінші бағаның элементтерін жазып қойды. Осылай дәптерге де жазыңдар. Сонда сіздер шатаспайсыздар. Енді қараймыз. Бір қосу бір қандай сан? Жұптақ. Балалар, бір қосу бір қанша болады? Жұп. Жұп сан. Сондықтан плюс қоямыз. Бір қосу 2 тақ сан, минус қоямыз. Бір қосу 3 плюс болады. Все, таңбасын қойып алдық. Басымызда сақтаймыз. Енді бірінші жол, бірінші бағанды сыз тастағанда не болады? Бірінші жол, бірінші баған. Иә, мына сыз тастағаннан шыққан мен орда ату. 1 минус 1 Минус бір, берілген 2 минус матрица. 2. 2 минус 2, дұрыс па? Аха. Бұла дайындап қоямыз. Ары қарай бірінші жол, екінші бағанды сыз тастаймыз. Қанша болады? Минус 2, 1, 2 минус 2. Минус 2, Бірінші 1. жол, екінші Бірінші жол, баған. Бірінші жол, екінші баған. 2, 3, минус 1, минус 2. Не, жол бойынша айтыңдаршы. 2. Апай ана үстіндегісін Супер. қате етіп қалған сияқты ғой, просто сонымен ориентировать жасап Мына отырмыз да. мынаған, мына беріліп тұр ғой, мынаған ориентироваться етесіз. 2, минус 1, 3, минус А мынау 2. не сызылып кетті, мұнда не? 3 па мұнда? 3 қой. Аха. Не дедіңдер? 2 минус 1, е? 3, минус 2. 3 минус 2, е. Так, дайындап қоямыз. Келесі. Ой, елки-палки. Сызылып кете береді. Қазір. Апай анау үстімізде баған мен жол дұрыс жазылмағанда реті анау Қазір А1-де бала 1 тұра астында тұр. Не дейсіз? анау үстінде жаздық қой А-1 сосын да Наны ма? соның жолдары мен бағандар саны өзгеріп кетті да. Анау А1-де 1-дің астындағысы А2-де 1 болу керек. Жоқ, біз Реті анау ауысып кетті берілгеніне да. қарап жатырық қой, Ералы. А дегенге. Мынаны жасап жүр. А1, Қарысына. А1, 2, А1, 3. Іштеме өзгерген жоқ. Бұл формула ғой. Бұл Жарайды. формула. Ол анау элементтермен шатастырмаңдар. Ол элементтермен. Мынау формула. Алгебралық толықтауыштар бұлай келеді. Тікесінен бағанмен келеді. Түсінікті ма? Бұл формула. Кері матрицаны табу. Шатасқан жоқ. Ылғи осы әңгіме ғой жыл сайын. Балалар, мен шатасып қалдым деп. Бұл формула Жарайды. ретінде қабылдандар. Түсінікті ма? Жақсы. 1-3 кетті. Ал айтыңдар, 1-3. 1, 2. 1, 1, 2 минус Нет, 1. бірінші жол, үшінші баған. Бірінші жол, үшінші баған. Аха, бірінші жол, үшінші баған. Міне, 2, 1, 1, 3, 3, 2. 2. Түсінікті ма? Мгм. 2, 1, 3, 2. Так, ой, немене мынау? Қолым кетіп қала береді. Мұнда тұрсын бұлай тең болып. Қалғандарын қазір жазамыз. Аха, сразу. Мұнда А2, 1, А2, 2,
2, 3. Тең. Аха. Ал кеттік. Екінші жол, бірінші баған. Екінші жол, бірінші баған. Алдымен таңбаларын анықтаймыз. Теріс, 10, теріс. Ал кеттік. Минус 2, 1. Кәз бұнан дайындап қояйын. А. Так, 2, 1. Кеттік. Минус 2, 1. 2 минус 2. 2 минус 2. Аха, 2 минус 2. 2, 2 қанша болады? 1, 1. 1, 1. Аха. 3 минус 2. 3 минус 2. Дұрыс. Кім сөйлеп жатыр? Ульяна. Ульяна, аха. Аха, давай. Ульяна түсінсе, қалғандары да түсінеді деген есептейміз. Ары қарай. Екінші 1 жол, минус үшінші 2. баған. 1 минус 2. 1 минус 2. Аха. 3, 2. 3, 2. Все, дайындап қойдық. Енді 3-те 1, 3-те 2. Ары қарай өздерің не қыласыңдар, я? Просто сіздерге көрсетем, болды. Енді мынау есептейміз, қанша болды? Есептендір, қанша болды? бір неге тең деп сұрап тұрмын. Қараңыздар. 1, 2. Нольге апай. Біріншісі нольге тең. Таңбалармен ауысады. 0 болады сразу. 0. Кәз. Ой, қайда кетті жазғаның бәрі? Тұр. Қазір. Қаққа кетіп қалды жазғаның бәрі? Мында кетіп қалды да? Аха. Болды, аха. Мында қанша болды дедіңдер? 0. Біріншісі 0, екіншісі 1. Мында 0, аха. Сосын? 1. 1, аха. Сосын? 1. 1, сосын? Ой. Астик. Анда минус 2, ана екінші минус болмай, минус 2 матрицасының сөз болып тұр. 2-те 1-те. 1. Мында не болды? Минус 2. Дұрыс, минус 2, аха. Мында не болды? Минус 5. Минус 5. Мында не болды? Минус 8. Разве? Жоқ. 6, ана 2. 7 емес па? 7 емес па? 2. Плюс болады. Ана 8. Минус 8. 8, я? Минус 8. Қазір минус 8, я? Жоқ, минус 8. Я минус 8 екен. Минус 8 алдында минус. Все, қалғандарын өздеріне есептейсіздер. Мұнда қоясыздар. 1 бөлінген дельта, 1 бөлінген минус 1. Потом мынау сандарды бәрін қоясыңдар шыққандарын. Жарай ма? Аха, ары қарай. Аха, болды. Кеттік ары қарай. Енді бұл әдісті Гаусспен шығарайық. Үшінші ретті Гаусспен шығарайық. Бірінші әдіс қосалқы матрица арқылы шығардық. Мына формула бойынша қосалқы матрица арқылы шығардық. Түсінікті ғой, да? Алгебралық толықтағыштан тұратын матрицаны қосалқы матрица дейді. Түсініп отырсыңдар ма? Енді ананы ары қарай шығарасыздар. Мен лекцияны жазғанда до конца жазып шығым. Енді мынау матрицаны Гаусс арқылы шығарамыз. Гаусс арқылы ол былай болады. Идеясы былай. Берілген матрицаны жазасыңдар. Соған бірлік матрица тіркейсіңдер. Үшінші ретті бірлік матрица. Өйткені бізде берілген матрица үшінші
Болыпты. Сосын амалдар жасаймыз, қосамыз, көбейтеміз, орындарын ауыстырамыз керек болса қатарларын. Тек қана жолмен жұмыс істейміз. И біз мына берілген матрицаны бірлік матрицаға келтіреміз. Диагональ бойынша бір элементтер тұру керек. Қалған элементтері 0 болды. И мында не болды? Мында шыққан матрица қалай аталады? Кері матрица болып аталады. Кері матрица. Болды. Түсінікті ма? Енді ал кеттік. Гаусс бойынша есептеп жатырмыз. Гаусс әдісімен. Не жазамын да? Берілген матрицаны ерінбей бітіп жазып шығамын. 2, 1, минус 1. Менімен бірге үлгеріңдер. 3, 2, минус 2. Қасына бірлік матрицаны жазамын. 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Мына жағы түсінікті ма? Иә, түсінікті. Болды. Бірінші қадам түсінікті. Енді не істейміз? Мынаны бірлік матрицаға келтіруіміз. Мынау 1, 0, 0 болу керек. 1, 1, 1 қалған элементтер. Мынау уже бізде бір дайын. Бір жоқ болса, тада орын бірдеме істейтін еді. Мына бірден бастайсыздар. Бірінші жол жұмыс жолы, оны өзгертпей көшіріп аламыз. 10 жағымен бірге істеп отырамыз. Все, бірінші жолды көшірдік. Енді мынау 1 арқылы мынаны 0 дейміз. Қаншаға көбейтеміз мына 2 0 болу үшін? Бірді қаншаға көбейтеміз? Мына 2-ке қосқанда 0 шығу керек. Мынаны қарама-қарсы таңбасымен санға. Минус 2 ма? Болса минус 2-ке. Көбейтіп, мында қосамыз. Ал бірді көбейтеміз минус 2-ке, 2-ке қосамыз 0 болады. Минус 2 көбейту минус 2 қанша болады? 4 болады. 4-ті бірге қоссақ қанша болады? 5 болады. 5 болады. Енді бірді минус 2-ке көбейтеміз, қосамыз минус 1-ге. Жоқ, 2 емес, 1-ге көбейтеміз, минус 2-ні 1-ге көбейтеміз. Минус 2, Минус 2, ана 2-ні қосамыз, минус 3 болады. Минус 3 болады, дұрыс. Енді 10 жағында да 1 көбейту минус 2 қанша болады? Минус 2, Қосу минус 0, 3. минус 2. Енді қараңыздар, мына екеуі 0 ғой, сонда мынау өзгертілмей жазылады. Түсінікті ғой, да? Енді мынау 3-ті 0 дейміз. 3-ті қалай 0 дейміз? Тоже минус 3-ке көбейтеміз. И қосамыз. Минус 3-ке көбейтіп, мында қосамыз. Минус 3 деп жазамын. Кеттік. Ал айтыңдар, не жазам? Біріншісі 0. 0, Минус 3 пен минус 2-ні көбейтсек 6, 6-тан 2-ні алып 4 па? Алты қосу 2 ұзақ қосасыңдар ма не? 8 8 болады, 8. 8, сосын минус 3,
Потом -2, -5. Иә, ары қарай. -3-тің өзін жазамыз. Мгм. Потом 0 и 1. Болды, хэппи энд мында кетті. Енді қараңыздар. Не істейміз ары қарай? Қалай ойлайсыздар? Неғып үндемей қалдыңдар? Ана жақта А-ның -1 дәрежесіне қатысты бірдеңе жасайтын шығармыз. Не істедік, не істейміз? Қараңыздар, мына жерге шейін дұрыс болды ғой. Енді ары қарай біз не қылуымыз керек? Мына 5-ке бөліп жіберсек 1 шығады, бірақ бізге ыңғайсыз болады, дұрыс па? Біз былай істесек болады. Мына -3 арқылы да, -3 арқылы. Мынаны бірге келтіреміз. Бірге келтіреміз. Түсінікті ма? Мынау -3 арқылы мынаны бірге келтіріп, қаншаға -3-ті көбейту керек? Мына санды қосқанда 1 шығады. Мына жақта кішкене қиындау болады бірге келтіру. А мынау арқылы мына -5-ті мен алдында тапсырма бердім ғой, бүтін санмен істеп үйреніңдер деп. Осылай істейсіздер. Қараңыздар. -2-ге көбейтеміз, сонда Иә, -5-пен -2-ге қосқанда 1 көбейтіп шығады. қосамыз. Сонда мында 1 шығады, иә? Мгм. Вот сол үшін. Бірінші мына -2-ге көбейтеміз. Мында -2 жазамыз. Бірінші жолды өзгертпей көшіреміз. Екінші жолды көшіреміз. Ол жұмыс жолы. Мына не ылғи естіп қалады екен. -3. Так, -2. 1, 0. Ал, айтыңдар не шығатынын. Ульяна, тыңдап тұрмын сізді. Мен 5-ті -2-ге көбейтсе қанша болады? -10. -10 қосу 8. -2. -2. Так, -3 көбейту -2. 6. 6 азайту 5. 1. Осы үшін жасадық. Ары қарай -2 көбейту -2. 4. А? 4. 4 азайту 3. 1. 1, иә, дұрыс. Ары қарай. 1 көбейту -2 и қосу 0. -2. -2. И мында 0. Ой, 1. 1, иә. Болды, хэппи энд. Вот мында 1 шықты 3-ші орында. Енді 3-ші орында тұрған 1 арқылы түнгі элементтерді 0 дейміз. Мына жер 0 болу үшін 1-ші қатардан азайтамыз 3-ші қатарды, иә? 3-ші жолды. Кеттік. Азайтамыз. 1 азайту 0. 1. -2 қосу 2. Болыңдар. Азайтып жатырмыз. Қалай дедіңіз? -2 қосу 2, 3-ші 0. жолдан азайтамыз. 0. Ой, 1-ші жолдан 3-ші жолды азайтамыз. 0. Ой, Ноль. А, -2 0 да тұрсын. Ой, тұра тұрыңдар мына жақта. Так.
Мында 0, иә? Сосын? И тоже 0. О, күшті болды. 1, 0, 0 келіп тұр. Мынаны енді азайтамыз. 1 азайту 1. 0. Ага. 0. Сосын? Минус 1, иә? Мгм. Минус 1. Сосын? Ой, минус 1 емес қой, өтірік. 0. Просто Плюс 2 екі ғой, болған. иә? Плюс 2, иә. Плюс 2. И минус 1. И минус 1, иә, аха. Енді, мына минус 1-дің үстінде минус 3 тұр ғой, иә? 0 деу үшін қаншаға көбейту керек? Қай жерде? Минус 1-дің үстінде Мынаны минус 0 деу керек, мынаны. Минус 3-ке 2, минус көбейтеміз. 3. 1 көбейту 3, 3 азайту 3, 0. Енді не болады? 3 көбейту минус 2 қанша болып? Мына жақта 0 болады ғой, иә? 3 көбейту минус 2 минус 6, минус 6 қосу 1 қанша болады? Минус 6 қосу Минус 5 5. қанша болады? Минус 1. Минус 5. Минус 1, иә. Минус Ой. 1, аха, ары қарай. Минус 3-ке 1-ді бөлсең, ана минус 3, 3, 0, сол үшін істедік қой мұнда. Енді 3 көбейту 1. 3 болады, 3 3, азайту 2, 1 болады. 1, Мында минус 6 қосу 1, 5 болады. 5, ау, минус 5 Бес. болады. минус 5, иә. Мгм. Мында не жазам? 3 жазам, иә? 3. И мында не болды? 0, минус 2, 1, 1, минус 2, 1. Түсінікті ма, балалар, кішкене? Енді Иә, қараңыздар. Мына жақта бізге это 1 керек қой, плюс 1 керек қой, иә? Балалар, естіп тұрсың ба? Иә. Естіп тұрмыз, Так, апай. қызыл қаламсап алам. Таңбасына өзгертіп жіберейік, қайтадан жазуға уақыт жоқ. Мында плюс болады, мында минус болады, мында плюс болады, мында минус болады. Түсінікті ғой? Мынау жолды көбейттік минус 1-ге, өйткені бізге 1 керек, иә? Мына 1, 0, 0 келіп тұр ғой. Енді мынау 1 арқылы минус 2-ні 0 дейміз. Қаншаға көбейтеміз? 0 деу үшін, минус 1 ма, плюс 1 ма, екінші бала. Плюс уже Жолда. 1 болды. Плюс 2-ге көбейтеміз ба, просто? Ульяна, қаттырақ сөйле, неғып дауысын басып қойғансыздар микрофонды. Бала, мен емес сөйлеп жатқан. Болыңдар, күтіп отырмын ғой, мен қазір мынаны жазып алайын. 0, 1, 0, минус 1, 5, минус 3. Ал, кеттік. Мынау 1 арқылы астындағы минус 2-ні 0 дейміз. Сонда мынаны 2-ке көбейтеміз ғой, бүткіл жолды 2-ке көбейтеміз. Ал, кеттік. Мына жақта 0 көшіреміз. Енді 1 көбейту 2 қанша болады? Үндемей 2 отырмаңдаршы. минус 2, 0 2. болады. 0, сол үшін істедік. Мында не 0. жазам? 1 жазасыз. 1 жазам. Мында не жазам? Так, 2, анау минус 2, плюс 1. Ой, жоқ, минус. Мына Минус 2 3. көбейту минус 1. Минус 2, минус 2 қосу 1. Минус 2, Минус минус 1. 1, минус 1. Ал, кеттік. 2 көбейту 5 Ана қанша 10. болады? 10, 10 азайту 2. 8, 8. Так, 2 көбейту минус 3 қанша болады? минус 6, Қосу Алты. 1. минус 5. Минус 7. Болды, ура! Есеп бітті. Мына мынау бірлік матрица болды.
Қараңыз. А мынаның аты кері матрица деп аталады. Болды, кері матрицаны көрдіңдер ма, біз бөлшексіз әдемі есептедік. Түсінікті ғой, иә? Сонда мынау кері матрица тең деп жазасыздар. Мынаның оң жағында тұрған сандарды. Вот кері матрица болады. 0, 2, минус 1. 1, минус 1, 5, минус 3. Минус 1, 8, минус 5. Болды, осы кері матрица. Түсінік ма? иә. Енді қараңыздар. Гаусс әдісімен ыңғайлы шығару үшінші ретті матрицаны. Екінші ретті матрицаны Гаусспен шығарудың қажеті жоқ, ол оңай былаяқта табылады. Көрдіңдер ғой, иә, оны уақытты алып Гаусспен шығарудың қажеті жоқ. Бірақ Гаусс әдісін міндетті түрде үйреніп алыңдар. Ары қарай біз жүйелер, сызықтық жүйелер шығарамыз. Сонда керек, Гаусс әдісі көп қолданады. Болды, кетті. Енді минор деген, минор емес, не? Ранг, матрицаның рангы үйренуіміз керек. Матрицаның рангы. Мына анықтама. А матрицасының рангы деп, осы матрицаның нөлге тең емес минорлардың ең үлкен ретін айтады. Значит, нөлге тең емес минордың ең үлкен ретті. Мысалы, М3. Мынаны түсіндіріп жатуға уақыт жоқ, оны өздерін оқып аласыңдар, жазып аласыңдар, қараңыздар. Кез келген бірінші ретті нөлге тең емес минор, А матрицасын нөлге тең емес элементін алынады. Оны дельта 1 деп белгілейік. Енді дельта 1-ді көмкеруші ішінде дельта 1 болатын барлық екінші ретті минорлар қарастырылады. Сосын түсіндірем мынаны есепте, жарай ма? Егер оның барлығы нөлге тең болса, онда матрицаның рангы тең 1 деп жазылады. Ал егер олай болмаса, яғни нөлге тең емес екінші ретті ең болғанда бір минор бар болса, онда оның дельта 2 арқылы белгілейміз. Келесі циклдар осы сияқты жалғасады. А матрицасының қанша ретті нөлге тең емес минорды дельта К деп жазасыз. Ал оны көмкеретін барлық минорлар нұсқанды болса, онда А матрицаның рангы тең К деп жазасыздар. Ал егер олай болмаса, дельта К плюс 1 анықтауыштарды іздейсіздер. Соны үсті бәрін қарастырып шығу керек. Енді қараңыздар, қазір түсінесіңдер, бірақ түсініксіз шығар қазір сіздерге. Мұны берілген матрицаның рангын табамыз. Мынаның рангын табу керек. А матрицаның рангын табу керек. Енді қараңыздар. Дельта 1-ді іздейміз, нөлге тең емес бар ма? Дельта 1 бір элементтен тұратын анықтауыш қой, бар ғой, міне 1. Көріп тұрсыздар ма? Міне 1. Дельта 1 это 1 тең емес 0-ге. Сонда мынандай қорытынды жасайсыңдар. Матрицаның рангы үлкен 1-ден дейсіз. Өткені дельта 1 тең емес 0-ге. Тең 0-ге болса, оны қарастырмаймыз. Тең емес керек бізге. Енді арғарай дельта 2-ні жасаймыз. Іздейміз. Ішінде мынау 1 керек. Мынаны көмкеретін. Ол былай болады. Түсінікті ма? Ал енді қарастырамыз. Яғы бұндемей қалыңдар. 1, 3, Қарап отырмыз, апа. 3, Мынау 2, отырмыз, түсініп отырсыңдар ма? Қаншаға тең мынау анықтауыш? 3-ке тең. Қалай 3-ке? Бір жердегі 2-ні минус 2, 9-ға жасаймыз да, минус 7 болады.
минус 7, иә? Тең емес 0-ге. Сонда қандай қорытынды жасаймыз? Матрицаның рангі уже қандай болады? 2-ден көп немесе Тең тең ба? немесе тең 2-ден. Енді үшінші ретті анықтауышты іздейміз. Дельта 3. Бұлай алсақ, мынау 0-ге тең болады. Өйткені бір қатарлары 0-0, иә? Дұрыс па? Қараңыздар. Бұны алмаймыз. Енді мына 0-ді сызып тастағанда, мынаны алып тастағанда. Мына 0 болады. Бізге 0-ге тең емес. Мынаны қарастырамыз. Егер осы матрица 0-ге тең болса, рандның матрицасы 2 дейміз. А егер бұл матрица 0-ге тең емес болса, тогда рандның матрицасын 3 дейміз. Түсінікті ма? Иә. Ой, мынау не болып кетті? Аха. Түсінсеңдер болды ғой. Қазір. Кеттік. 1, 3, 4. Енді 3, 2, 3. И 2 минус 1 минус 3. Қалай іздейміз бұл матрицаны? Анықтауышты қалай не қыламыз? Қараңыздар. Мынау екеуін қоссам да, мынау 0 болып кетеді, иә? Сендерге қосу ыңғайлы, көбейтіп қосқанға қарағанда, дере ма? Давайте мына екеуін қосып көрейік. Өйткені мында 3 тұр, мында минус 3. Түсінікті ғой, иә? Так, Иә. 1, 3, 4-ті көшіремін. Есептеуіміз керек қой. Енді қосамыз. 3 қосу 2, 5 болады. Мында қанша болады? 2, 1 болады, иә? 1 болады, мында 0 болады. Енді мынаны көшіреміз. 2, минус 1, минус 3. Минус 1-дің түрі бар болсын. Минус 1. Енді қараңыздар. Қалай істесек болады? Не істейміз, балалар? Бұны бұлай да есептесе болады, сразу мына ретін төмендету әдісімен. Мына ылғи не қазір тұра тұрмыз. Қараңыздар. Бұлай істейміз. Сразу ретін төмендете береміз, үшінші баған бойынша. Не тұр? Мұнда 4 тұр, е? И қаншасыншы орында тұр? 1, 2, 3. Бірінші жол, үшінші баған. Сонда не болады? Жұп болады, е? 4 деп жазамыз. Енді мен орынсыз тастағанда, мынау болады. 5 жердегі минус 1-ін қанша болады? Минус 5. Минус 5. Минус 2. Оны бұлай да сразу жат. Енді мынау қаншасыншы орында тұр? Минус 3 бар ғой. Так, минус 3 деп жазамыз. Мұнда минус 3. Енді орнын анықтаймыз. Үшінші жол, үшінші баған плюс. Тогда минус 3 қала береді. Енді минус 3-ті бұлай сызып тастағанда болады. Бір жердегі 1-ін 1, 5 жердегі 3-ін 5 болады. Неғып отырсыңдар, мен өтірік жазып отырмын, сендерге бәрібір мен не жазсам. Қанша болады? Міне қараңыздар, міне бұлай, мынаны сызып тастадым. Бұлай. Көріп тұрсыңдар ма?
Мында 1 көбейту 1, 1. 5 жердегі үшін минус 15. Түсінікті ма? Енді не істеп отырғаным? Енді түсінікті иә болды иә апа. Оны біз 100 рет істедік, соны мен уже айтқым келмей тұрға. Уже шаршап қалды мен. Так, минус 7 көбейту 4 қанша? Так. Енді мында минус 14 көбейту 3 плюс болады. 14 көбейту 3 42, е? 42-тен 28-ді азайтсаң қанша болады? Минус 14. Минус 14 бола ма? Жоқ, балам. Плюс 14 просто. 14. Жай 14. 14 болады. Енді қандай қорытынды жазасыңдар? Болды уже. Тең емес 0-ге. Болды. Үшінші ретті, төртінші ретті біз уже іздей алмаймыз. Жоқ. Төртінші ретті болмайды, өткенде төртінші жол жоқ. Матрицаның рангі тең қаншаға болды? 3-ке. Ке. 3-ке үшінші ретті міне. Мынаған тең. Түсінікті ма? Енді келесі біз бір кішкене қалды балалар. 4-ке дейін шыдаңдаршы, 4-ке дейін уже бітеміз. Так, Гаусс әдісі. Енді Гаусс әдісі ең ыңғайлы осындай ступ әр анықтауышты шығарып отырғанда ұзақ уақыт алады. Көрдіңдер ғой, иә, балалар? Сондықтан ең ыңғайлы Гаусс әдісі. Соны үйреніп алу керек. Мында да Гаусс бар. Рангты табу үшін. Қараңыздар. А матрицасына жасалатын элементар түрлендірулер. Параллель қатарлары өзара орнын алмастыру. Болады. Таңба ештеме қоймаймыз біз. Немен істеп отырмыз? Құр жолдармен. Так, қатарды 0 емес санға көбейту болады. Қатарға оған параллель қатарды қандай да бір к санына көбейтіп қосу. 0 қатарды алып тастау. Сол. Енді қараңыздар. Мына трапеция түрге келтіруіміз керек. Мына мынандай. Кез келген мында сандар тұра береді. Бірақ диагональ, негізгі диагональдің астындағы барлық элементтер 0 болу керек. Түсінікті ғой, иә? Сол түрге келтірсек, 0 емес жолдың саны сол рангі болады. Трапеция тәріздес матрицалар жатады. Мына трапеция тәріздес матрица дейді. Өткені біз диагональ матрица, үшбұрышты матрица деп атай алмаймыз, өткені жолдың и бағанның саны әртүрлі. Сондықтан үшбұрышты матрицаның орнына трапеция тәріздес матрицаға келтіреміз. Түсінікті ғой, иә? Енді мынау матрицаның рангын табамыз Гаусс әдісі бойынша. Болды, осы соңғы қалды. Матрицаның рангын табамыз Гаусс әдісі бойынша. Гаусс әдісі бойынша. Не болды? Все, Гаусс әдісі бойынша. Не істейміз? Берілген матрицаны көшіресіздер. Мынаны. И оны кеттік. Көшіреміз. 0, минус 1, Минус 3. Үш. Өтірік айтам 3. ал 0, 2. Қараңыздар, 2 минус 4, 1,
5, 3. Минус 4, 5, 5, 7, минус 10, 0. И соңғы 2, минус 2, тағы не? 1, 8. Жазып отырсыңдар ма, балалар? Или құр қарап отырсыз ба беттеріне? Бірге Жазып жазып отырмыз. отырған ыңғайлы. Иә, жазып отырмыз, қарап отырмыз. Түсініп Ой, отырмыз. не болып кетті мұнда? Первый. Минус 5, 3. Болды. Жазып отырдыңдар. Енді не істейміз, қараңыздар. Бізде бірінші орында 0 тұр. Біз диагональ түрге келтіруіміз керек. 0 болмау керек. Давайте не? Екінші жолды бірінші жолмен орын ауыстырамыз. Мұнда алдына минус ештеме түспейді. Бұл анықтауыш емес. Матрицаның рангын іздейміз. Орнын ауыстыра береміз. Ал кеттік. Орнын ауыстырып, қалған орын ауыстырамыз. Бірінші жолға жазамыз. Екінші қатарды, я? Екінші жолды. Қалған көшірмейміз, оны көшіріп отыратын уақыт жоқ. Сразу ары қарай жалғастырып жасаймыз. 2, минус 4, 1, 5, 3. Енді мынаны жазамыз, өйткені 0 тұр. Біз ана диагоналінің астындағы элементтер 0 болу керек. Түсінікті ғой? Так, 0, минус 1, 3, 0, 2-ні жазамыз көшіріп. Орын ауыстырдық қой. Мұнда уже 0 дайын тұр өйткені. 0, минус 1, 3, 0, 2. Ал балалар айтындаршы, мына жағы түсінікті ма? Түсініксіз бі? Міне түсінікті ма, балалар? Аха. Иә, иә. Иә. Енді қараңыздар, мынау 2 арқылы мынаны 4 бұрышқа уже қоршаймыз, оны жазып отырмай қояйық. Қаншаға көбейтеміз, мынау минус 4 пен 0 болу үшін? 2-ге. 2-ге. Әр элементті 2-ге көбейтеміз бі? И сәйкес элементтеріне, үшінші жолдың элементтеріне қосамыз. Ал айтыңдар не шығатын? 0. 0, дұрыс. Ары қарай. Өздерін айтыңдар. 10. Минус 3. Минус Минус 3, бірге көбейт. иә. 0, минус 3, ары қарай. Болыңдар. Қаншаға көбейтіп жатырсыңыз? Я үндемей қалыңдар. 9. Екінші жолдың элементтерін 2-ге көбейтіп жатырмыз. Қосып жатырмыз үшінші жолдың элементтеріне. Қанша жазам? 9. Дұрыс. Ары қарай. 0. Кім 6. сөйлеп жатыр, балам? Ералы. Ералы, аха, жақсы. Айтыңдар. 6. Дұрыс. 6. Енді не айтасыздар? Мұнда не тұр қайтадан? Қараңыздар. Мұнда не тұр? Қор жай не Минус 2. істейміз? Қосамыз, е? Ал, қосыңдар. 0. Минус 3. Я минус 3 бола ма? 2 қосу 0, мұнда минус 3, я. Минус 3 болды ғой, да? Иә.
-3 жарайды. Ары қарай. бір қосылған 8 9 болады. Ары қарай. Ой, 0 5 6. минус 5 0. қазір. Мындай қанша болды? 9 да? Иә. А мында? 0. 5 минус 5-ке қосылса 0. Аха, мында? 6, иә? 6. 6 өзі. Қараңыздар, екі қатар бірдей болып қалды, иә? Бір-бірінен азайтсам, бір қатар 0 болады ғой. Сондықтан мына бірдей қатардың біреуін сызып тастайсыздар. Керек емес. Түсінікті ғой? Мгм. Енді, енді, мынау, біз әлі бұлай диагональ түрге келтіруіміз керек қой, иә? Міне қараңыздар. Мынау -1-дің астына 0 керек. Енді мынау -1 арқылы мынаны 0 дейміз. Қанша болады? Бірінші жолды көшіреміз, өзгертпей. Мен асықпай көшірейін. Сіздер дәптеріңізге көшіре беріңіз. Екінші жолды көшіремін. Ал енді айтыңдар қанша болатын. -3-ке көбейтіп қосамыз. 0 болады. -3 деп жазайын. 0 болады, ары қарайыз. -3 1 3 0 болады. 0 Аха, болады. иә, 0 болады, ары қарай. -9 9-ға түседі 0. Аха, ары қарай. 0 Аха, тағы да 0. 0 болды. Сонда мына 0 болып шыққан қатарды, үшінші жолды сызып тастаймыз. Сонда 0-ге тең емес қатар қанша қалды? 2. Рангтың рангы, А матрицаның рангы 2-ге тең. Түсінікті ма? Аха. Иә, апай. Болды, енді ары қарай уже бітті ғой деймін. Болды, енді мыналарды өздерін шығарып көресіздер. Мұны мен сіздерге түсіндірейін. Алдымен мына қарайсыздар, қай қатарларды қосасыздар, көбейтесіздер. Мұны қараңыздаршы, мынау бірдей, мынау бірдей, иә? Сосын Мгм. баған түріне қарайсыздар. Кішкентай-кішкентайға бағанмен жұмыс істейсіздер, жолмен сандарды кішіртіп алып, сосын барып ретін төмендетіп, есептей саласыздар. Түсінікті ма? Немесе үш бұрышты түрге келтіріп есептейсіздер. Или 2-де 2 матрицаға келтіріп не қыласыз. Пока кішкентай сан шыққанша есептейсіздер. Мынаны да өздерің білесіздер. Үш бұрышты түрге келтіріп шығарасыздар. Болды, это мына мен үш бұрышты түрге келтіргенім ғой. Міне қараңыздар, қалай келтіргенім. Көрініп тұр ма? Болды тогда сабақ. Қазір тұра тұрыңыздар. Қазір записьті тоқтатайын.